Баршаңызға сәлем. Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып пісетін керемет шелпектің рецептімен бөлісемін. Алтын түстес болып пісетін өте дәмді және өзінің жұмсақтығын ертеңгі күніде де жоғалтпайтын дәмді шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Егер видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен ыдысқа еліктен ұнды өткізіп аламыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз саламыз және 1 ас қасық қант салып, жақсылап онымен бірге араластырып алатын боламыз. Және кішкене ғана ас содасын қосатын боламыз. Дәл міне мен кішкене ғана қостым. Осындай ас содасын қосып, тағы да онымен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алу қажет болады. 1 ас қасық сұйық май қосамыз. Осылай ұнға қосып араластырып аламыз және бөлме температурасындағы жылы сүтті құятын боламыз. Менде сүттің пайыздылығы 6%, бірақ бұл да кез келген пайызына қарамай сүт құйсаңыздар болады. Енді жақсылап ұнды, қамырды біріктіретін боламыз. Егер ұн кішкене аз болған жағдайда, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Жақсылап енді қамырдың иін қандырып алатын боламыз. Иі қанған қамырды кішкене демалттыруға қойып қоятын боламыз. Осылай менде иі қанды. Соны 15 минутқа, кемінде 15 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Міне менде 15 минут өтті. Қамыр толық демалды. Ендігі кезекте осы қамырды 7 бөлікке бөліп алатын боламын. Колладан шелпек пісіріп көрдіңіздер ме? Егерде ондай шелпек пісіріп көрмесеңіздер, онда менің каналымда колладан қалай шелпек пісіруге болатын рецептін бөліскім келеді. Оны мен сіздерге подсказка бөліміне қойып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, жұмсақ болып, естімеген елде көп, бірақ өте күшті, керемет дәмді болып шығады. Сондықтан мен сіздерге оны подсказка бөліміне қойып кетемін. Жасап, егер ұнап жатса, сіздердің комментарий күтемін, отзывтарды күтемін. Жасап көріңіздер. Ендігі кезекте барлық шелпекті осылай дөңгелетіп біріктіріп алатын боламыз. Ол бізге қазір қамырды жайған кезде дөңгелек пішінді болып қамыр жайылуға көмегін тигізеді. Дәл осылай алдын ала дайындап алсаңыздар болады. Және мен сіздерге айта кететін, менің каналымда өте дәмді, өздеріңіздің отбасыңызды кешкі аспен қуантқыларыңыз келсе, керемет кешкі астың қарын бүрме атауымен сіздерге бөліскім келеді. Өте дәмді болып пісетін, ерекше бешбармақ деуге болады. Бешбармақ қылдырып жасасаңыз болады, қуырдақ қылып та жасасаңыз да болады. Оны мен сіздерге конечная заставка бөліміне қойып кететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдын ала пешті қыздырып, майды жақсылап қыздырып алатын боламыз. Шелпекте майдың қатты ысып тұруы қажет, сонда тез әрі майы бетіне шығып тұрмайды. Солай жақсы пісетін болады. Осылай айналдыра отыра шелпекті пісіріп алатын боламыз.
ас соданы қосқандықтан біздің шелпегіміз осылай көтеріліп керемет болып пісті. Осылай барлық шелпекті пісіріп шығатын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ, керемет шелпектің рецепті осындай. Және мен сіздерге менің каналымда өте дәмді қатпарлы наннан жасалу жолын көрсеткім келеді. Оны мен сіздерге подсказка бөліміне қойып кететін боламын. Егер ұнап жатса, қазір суретінде қойып кеттім. Сол суреттен қарасаңыздар болады. Өте жұмсақ, бір жасағаннан мінсіз болып шығатын қатпарлы нанның да рецептімен бөлісетін боламын. Конечная заставка бөлімінен көре аласыздар. Және тағы да бірнеше рецепттердің өте дәмді рецепттермен де бөлісе кететін боламын. Ұнап жатса, видеоларымды көріп шықсаңыздар болады. Осымен жұмсақ, бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын алтын түстес шелпектің рецебті дайын. Осылай әдемі болып пісті, жұмсақ болып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді де ұмытып кетпеңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Ас болсын, жасап көріңіздер. Тағы да Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Әрбір шаңыраққа береке, табыс болсын.